басылмай жыры жауатын, бақыттың нұры себелеп, қиналсам іздеп табатын достарым менің керемет. Көңілге қатты қараған, шынайы сәтте әр ізгі болуы керек әр адам, достары үшін маңызды. Өткізбей босқа бекерге санаулы минут уақытты, сендерге біреу жетер ме? Достарым менің бақытты, біз жүрген жолдар баяғы, басылмай тұр ғой шаңыда, құшағын кеңге жаяды, дос деген терең мағына. Көңілге шаттық орнайды, өздерің достар бар шақта, ұмыту деген болмайды, өкпелеп кейде қалсақ та. Әр қазақ менің бауырым, әр қазақ менің досымдай, көріп ал міне ауылым, достарым менің осындай. Өткізбей босқа бекерге санаулы минут уақытты, сендерге біреу жетер ме? Достарым менің бақытты, біз жүрген жолдар баяғы, басылмай тұр ғой шаңыда, құшағын кеңге жаяды, дос деген терең мағына. Санаулы минут уақытты, сендерге біреу жетер ме? Достарым менің бақытты, біз жүрген жолдар баяғы, басылмай тұр ғой шаңыдан, құшағын кеңге жаяды, дос деген терең мағына. Алдағы уақытта тағы да көріп жатармыз. Нариман деген бұлай билерді көріп жатыр. Анда-санда күндізді қайдан көрсем, күнді көрсем. Рысқаным рахмет, осы қоймастан постоянно звондап тұрады. Ғалыммен сөйлесім. Өткенде дейтін жаңағының алдында звондап, мен дейді ауылға кетіп баратырмын деп. Жаңағының ұтықтап, кәдімгі дейтін ауылға кетіп баратын деп қуанып кетіп баратыр. Шынында солай ғой, постоянно мұнда. Иә, ал. Кішкене бұлай бой жазып қойғанда жақсы ғой. Тәпіп көрші, талиғат келдірейін, біздерден үйреніп қалыпты. Кейін айтып қояды, мен аттай бажамайда дейтін, аттай дейміз, өліп қасым деп, қасындағы жеңгейін дейтін, бауыржан сөйтіп өтеді. Өте қуаныштымыз, шынында көрші болдық біздер дейтін, участогымыз. Бірақ талиғат дейтін үйді бірінші салып, менің участогым жатты, 3 жыл ма, неше жыл деп, 5 жыл деп жатсақ. Сол бір-бірін дейтін кім айтады, біреу айтады. Талиғат дейтін үшеде тұрады болды, кімнің өткен есімде жоқ. Қайда? Үшеде ана үйде сияқты жүріп бардым. Есті қағып кірдім, ешкім жоқ. Қызың шықты. Талиғаттың үйі осы ма? Иә, кіріңіз, ішке кіріңіз. Жақсы ана, жұмыста деді. Сол артынан барып кездестік қой. Участогымыздан сатып жібердім. Тұрмысқа шығатын болып тұр, участогымды сатып жібердім де. Енді қазір қай жақта тұрасыз? Арманда тұрмын, 400-ден бұрылғанда.
Бұл жерден одан бұрын дейтін мына жерден бір 100 мыңға участок сатып алдым ғой. 100 мың теңгеге. Ана участокты сосын барып алыптым ғой. Біргеміз құтты болсын. Қонаққа барамыз енді дейтін. Қазір енді үй толып кеткен бар, ол кезде дейтін үй жоқ қой. Қазір толып кетті. Иә, енді салдық қой, бәрі участок салды, жақсы. Үй салып. 4-5 үй болдық қой. Мен участогымды 2 салып сразу. Ана Ортасынан бөліп сразу. көршіміз жанындағы Бекжан марқұм ғой, екеуміз алдық қой. 10 сотықта. Бекжанда ма? Иә, екеуміз алдық қой. Екеуміз подхозда жүрдік қой далада. Содан маған дала ғой, балшық, желен балшық. Мәсе жүрмейді. Сосын айтты, ой, мынау үй көктен ғой. Шестеп-теп нәбия шошып кетті. Сырымдағы атасы мен әжесі бар, мәншөк бар. Солардың бәрін қуанышқа бөлесін. Дендеріңе саулық тілеймін. Енді қыздар бәріңе рахмет. Жүгіріп шақырғанда сүрініп құлап әйтеуір келіп жатырғанымыз ал. Қысқанымға вообще двойной рахмет. Таяқ ұстаса да жетеді ол дейді. Меня не снимайте. Амандықпен жүздесейік. Енді бір осындай апаларың ғой, Селек. Естіп біздер жинап тұрамыз. Жақсы ғой. Енді басқа бізде қазір ермек жоқ. Өзің білесің. Осындай Мама халде айтады, келді. күніне айтады, мама айтады, мама біз әшілдейхана шақсамайды, жүтеле береді, жұмаса жүтеле береді. Ладно, қасыншы деп. Аман бол, айналайын. Иә, Димасқа да қонақ шақырып құтылайықшы деп. Құтырықшы солар.